Бүгін бізде Майнкрафт және де мен Бравл Дракон. Бүгін біз Майнкрафт түсіретін боламыз. Выживание. Енді мен кішкене выживать етіп қойдым. Мына жақта тамақтар пісіп жатыр. Верстак, сундук. Мынаны сақтап қойсақ. Енді біз крышаны әлі жаппадық. Верстактан ағашқа айналдырып алайық. Және де біреу керек. Тас балта, сосын тас кирка. Мен жаңа железо тауып қойған болатын. Енді железоны алу керек. İşte. Так. Екі емес. Так. Алтау. Жетеу. 8. Нормально. Тағы да Майнкрафт түсіргенімді қаласаңыздар, осыған 10 лайк жинап кетсеңіздер. Мен тағы да Майнкрафт түсіремін. Және келесі видеомда достарыммен түсіргенімді қаласаңыздар, видеоға комментке плюс қалдырып кетіңіздер. Неге алдыңғы видеоға лайк басып, подписка жасамайсыздар? Одан кейін сол баяға 7 подписчик. Неге көбеймей жатыр? Жетпейді. Соны осыған көйттірсеңіздер осы видеодан. Майнкрафтты жақсы көретіндер комментке жазып кетсін. Мен Майнкрафтты ұнатам, немесе түсіретін болса түсірем. Видеоның атындағыдай, ол алмас табу жолында болады. Алмаз іздейміз бұл видеода. Үш кесіп жатыр. Біз онда үйге айдақ. Бір қой жоқ, жұмыртқа берген алсақ. Достар, енді кішкене не болып қалды. Бір жағдай болып қалды. Соңғы паузаға қойып отырдым видеоны. Алыпты. Екінші ойдан аяқтап жүр. Жаңағы шабайық. Қайта үй жақта жүр екен. Біз онда төсек жасап ұйықталайық. Шерсть тауып
diyeyim. Volten bize teşekkürler. Biz işte так. Yeni bitirdim. Железо ayırıyoruz. Biz o için oğul жинап керек. Яйцаны. Мына артты сундукка салайық. Сиырдың еті. Железін қойсақ. Şaxta bizim aldığımıza. Oğul. Birden oğul çıktı. Almazsak videonu ayaqlaymiz. Biroq bu seriyaмен жататын болады. Вот железо. Аяқта табы бағанағы шахта сияқты ғой. Біз онда железоны ала берейік. Так. Тағы железо. Біз кеттік онда. Ол таң атып қойып шахтадан шығам дегенше. Biz ben 12 bakkal жасасақ. Железо. Так. 20. Ушқаным еді. Кейінсін. Оғашымыз. Факел жасаймыз. И факел. Тағы. Одан кейін факел. Тағы факел. Факел. Бітті. Так, 48 факел. Оның жартысынан көбін аяққа тастаймыз. Oldu. Ой, мен күрші ағамында ағаш ақылын. Атом. Мен неге үйт қарағашпен салатқанын деймін бе? Өйткені маған қарағаш ұнады. Одан кейін соны салып қойдым. Бұлайша мен қарағаш қолданбаймын.
Жаңбыр маған ұнамайды. Айтпақшы, үйге де пакел қояйық. Үшінші қойсын. Сыртына да. Өйткені қараңғыда не болуы мүмкін. Dostlar, onda осы жерден видеоны аяқтаймыз. Сау болыңыздар. Келесі видеода